Бауырды май басу немесе жырауы гепатоз. Бұл ауру нақты қандай себептерден пайда болады? Бұл ауруды емдеу керек пе? Емдемейтін болса қандай нәтижелер болады? Ал егер емдеу керек болатын болса, нақты қандай дәрілер бұл ауру кезінде көмектеседі, ал қандай дәрілер мүлдем көмектеспейді? Міне осындай өте маңызды сұрақтардың жауабын бүгінгі сабағымызда аласыздар. Саламатсыздар ма? Менің атым Ерден Еменханұлы, дәрігер терапевтпін. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымызды соңына дейін қараңыздар, өйткені осы бауырды май басуға байланысты айтыла бермейтін шындықтарға көзіңіз жетеді. Ең бірінші біз бұл бауырды май басқан кезде бауырдың тінінде, құрылымында қандай өзгерістер орын алады? Макроскопиялық және микроскопиялық деңгейде қандай патологиялық өзгерістер болады, соған тоқталайық. Мына жерде суретке қарасаңыздар, ең бірінші суретте бізде қалыпты бауырдың суреті тұр. Екінші суретте бізде май басқан бауырдың суретін көруге болады. Енді бұл жерде ең бірінші өзгеріс ол бауырдың түсі. Бауырдың қалыпты түсі ол қоңыр қара болып келеді. Және сонымен қатар бауырды егерде былай ұстап көретін болсаңыздар, мысалы мал сойған кезде малдың бауырын алып қарайтын болсаңыздар, бауыр тіні құрылымы негізі қатты болады. Және де бауырды қолмен бассаңыздар, негізі із қалмайды. Яғни серпімділігі өте жақсы. Ал май басқан бауырды қарайтын болсаңыздар, біріншіден оның түсі өзгереді. Түсі мына жерде қарасаңыздар, ақшыл сары және де бозғылт қоңыр түске айналады. Бұның барлығы сол майдың май басудан болып жатыр. Екіншіден, бұл май басқан бауырды алып қолмен басып ұстап көрсеңіздер, ол жерде кәдімгідей жұп-жұмсақ бауырдың тінін сезесіздер. Және сонымен қатар ол жерде қолмен басқан кезде қолдың ізі де қалып қалады. Бұл өзгерістердің негізгі себебі осы май басудан болып жатыр. Одан бөлек бауырдың негізгі адамдағы салмағы шамамен 1,5 килограмм. Ал май басу кезінде бізде бауыр ұлғаяды, өйткені бауырда бізде артық май жиналып жатыр. Соның нәтижесінде бауыр ұлғайып, бізде шамамен 2,5-3 килограммға дейін үлкейе алады. Салмағы және де размері. Сонымен қатар бұл жерде бауырда жиналатын май, бауырда жаңа май басу дегендегі негізгі майдың түрі ол бізде триглицеридтер деп аталады. Бұған біз алда тағы да тоқталамыз. Енді бұл май басқан бауырдың бір кішкентай бөлігін алайық та, кесіп алып, микроскоптың астына қойып қарайық. Бауырдың жасушаларында қандай өзгерістер болады? Қараңыздар. Бірінші суретте бізде қалыпты бауырдың гистологиясын, яғни микроскоппен қараған кезде жасушаның құрылымын, пішінін көріп отырсыздар. Мына жерде қарасаңыздар, мынау бізде бауырдың қалыпты жасушалары. Бұларды біз гепатоциттер деп атаймыз. Бауырдың міне жасушасын көруге болады, соның ішіндегі ядросын көруге болады, нуклеусын көруге болады. Ал енді май басқан бауырдың егерде микроскоппен қарайтын болсақ, мынандай өзгерістер болады. Біріншіден, мына жерде өте үлкен осындай аппақ дақ тәрізді өзгерістерді көріп тұрмыз, Бұлардың барлығы бізде қайда болып жатыр? Мына жасушалардың ішінде болып жатыр. Енді бұлар не? Бұлар бізде майлар, жаңағы триглицеридтер. Бұны мынандай бір мысалмен түсіндіруге болады. Бізде күнделікті өмірде қолданатын әртүрлі сұйық майлар бар ғой. Сол сұйық майларды мысалы сумен араластырсаңыздар, кәдімгі сол жерде майдың тамшылары пайда болады, Дәл осындай майдың тамшылары бізде бұл жерде бауырдың қалыпты жасушалардың ішінде болады. Микроскопиялық деңгейде егер қарайтын болсаңыздар, осындай өзгерістер болып жатыр. Және де мына жасушаларды егер үлкейтіп қарайтын болсақ, мынау бауырдың жасушасы болатын болса, оның ішінде мынау сары аймақ, бұл бізде жиналып қалған май. Және бұл май жасушаның ішін өзгеріске ұшыратқан. Яғни жасушаның ішіндегі ядросын, цитоплазмасын осылай ығыстырып, қысып тастаған. Микроскопиялық деңгейде бауырды май басқан кезде осындай өзгерістер орын алады. Енді бізде өте маңызды мынандай бір сұрақ туындайды. Бауырды май басу бұл қауіпті ма? Бұны емдеп керек пе? Егер емдемейтін болсақ, қандай асқынулар, қауіпті жағдайлар, нәтижелер болуы мүмкін? Осы сұраққа тоқталайық. Қараңыздар. Мынау қалыпты бізде бауыр. Егер де бауырды май басатын болса, бізде қандай нәтижелер болуы мүмкін? Егер адам емделмейтін болса, тиісті емдік шараны жасамайтын болса, оның нәтижесі неге әкеледі? Соған тоқталайық. Қараңыздар. Ең бірінші болатын процесс ол бізде бауырдың қабынуы. Яғни бауырға егер артық мөлшерде май жиналатын болса, ол бауырды қабындырады, яғни гепатитке әкеледі. Ал егер де бауырдың қабыну процесі болатын болса, бауырдың жасушалары зақымдалады. Және де бұның соңы бізде неге әкелуі мүмкін? Фиброзға әкелуі мүмкін, яғни бауырдың фиброзды өзгерістері.
Фиброзды өзгерістер дегеніміз мына бауырдың жаңағы қабыну нәтижесінен өліп қалған жасушалардың орнына бізде дәнекер тіндері, яғни фиброзды тіндер пайда болады. Былайша айтқан кезде бұны мынандай бір мысалмен түсіндіруге болады. Мысалы, адам қолын, терісін кесіп алатын болса, ол жерде бізде не пайда болады? Сол кесіп алғанның орнына бізге тыртық пайда болады. Дәл сол сияқты осындай жаңағы тыртық теріде пайда болған сияқты бауырда да сондай процесс орын алады. Бұны біз фиброзды өзгерістер деп айтамыз. Егер де бұл фиброзды өзгерісті біз емдемейтін болсақ, бұл одан да қауіпті жағдайларға келеді. Нақтырақ айтқан кезде, мына фиброзды өзгерістің өзінің 4 сатысы бар. Бірінші саты, екінші, үшінші, төртінші саты деп атаймыз. Алғашқы мына 3 саты бізде фиброздың өзгерістің бізде емдеуге болады. Яғни, егер де осы сатылар кезінде, дер кезінде дұрыс ем пациент қабылдайтын болса, онда бұл қайтадан қалыпты бауырға қайтадан келе алады. Яғни қалыпты бауырға паренхимасына, қалыпты бауырдың тінін біз восстановление, қалыпына келтіре аламыз. Бірақ та егер де фиброздың 4-ші сатысына өтіп кететін болса, бізде бауыр циррозы деген өте қауіпті асқыну пайда болады. Бұл бауыр циррозы бізде қайтымсыз процесс. Яғни қанша біз емдесек те бұл бауыр циррозын мына қалыпты бауырдың деңгейіне әкеле алмаймыз, өкінішке орай. Бұл жерде біз істей алатын екі ағзат бар. Бұл бауыр циррозының одан да ары қарай асқынуын алдын алуға болады, немесе бұл бауыр циррозы кезінде бауырды, яғни трансплантациясын жасау керек болады. Бауырды уже ауыстыру керек болады. Яғни жалғыз емі сол ғана. Бауыр циррозы кезінде уже пациентке тек қана бауыр трансплантациясын жасау арқылы ғана біз емдей аламыз. Одан бөлек қараңыздар, пациент бауыр циррозына көшкен кезде, одан ары қарай бұдан да қауіпті бауырдың қатерлі ісігіне айналып кетуі мүмкін. Бұл енді егер бауырдың қатерлі ісігі пайда болатын болса, енді ол жерде прогноз бізде одан да нашар болады. Өйткені бұл емделуі одан да қиын, өте қауіпті ауру болып есептелінеді. Және сонымен қатар бауырды май басудың тағы бір ерекшелігі қараңыздар. Бірінші бауырды май басады, одан кейін уақыт өте келе кейбір пациенттерде бұл қабыну тудырады, сөйтіп бауыр қабынады. Және бұл бауыр қабынумен егер пациент жүре беретін болса, кейбір пациенттерде мына қабыну процесі мына фиброз, циррозға өтпей, бірден неге өтіп кетуі мүмкін? Бауырдың қатерлі ісігіне айналып кетуі мүмкін. Сондықтан да көрдіңіздер ме? Бауырды май басу бұл бір қарапайым ғана бір қалыпты процесс емес. Оның соңы өте қауіпті бауыр циррозы, және де бауырдың қатерлі ісігімен аяқталуы әбден мүмкін. Сондықтан да жаңағы сұраққа жауап беретін болсақ, бауырды май басуды емдеу керек па? Міндетті түрде емдеу керек. Енді қалай емдеу керек, оны мен сабақтың барысында сіздерге көрсетемін. Және де сонымен қатар нақты, шынымен де көмектесетін қандай емдеулер бар, соған сіз көз жеткізетін боласыз. Енді келесі мынандай сұрақ туындайды. Менде бауырдың май басуы бар ма, жоқ па? Қалай білуге болады? Оның қандай белгілері бар, симптомдары бар? Бұл сұрақтың жауабы, бауырды май басқан кезде көп жағдайда 90% жағдайда ешқандай симптом болмайды. Яғни адам өзінің бауырын май басқанын білмейді. Неге білмейді? Өйткені оның симптомы жоқ, белгісі көп жағдайда болмайды. Көбінесе адам бауыр май басқанын қалай біледі? Случайно, кездейсоқ. Көбінесе пациент УЗИ-ға барады, УЗИ-да іш құрылысын түсіреді, сөйтіп сол іш құрылысын түсірген кезде кездейсоқ, случайно осылай бауырды май басқанын анықтап жатады. Сондықтан да көп жағдайда бұны симптомдармен біз біле алмаймыз. Бірақ кейбір жағдайларда, өте сирек жағдайларда, кейбір пациенттерде мынау оң жақ қабырғаның ауырсынуы, ауырлық сезімі, осындай симптомдар болуы мүмкін. Бірақ бұл өте сирек болады. Ал енді сізде сұрақ туындауы мүмкін. Сонда біз бауырдың май басуын басқалай симптоммен УЗИ-дан басқа, мысалы МРТ-дан басқа ешқандай жолмен біле алмаймыз ба? Деген сұрақ болуы мүмкін. Оның жауабы мынандай. Бауырдың май басуының симптомы болмаса да, бірақ сырттай адамда оның белгісі болады. Ол қандай белгі деген кезде, ол көбінесе мынау іштің шығуы. Яғни кейбір адамдарда болады, іші шығып жүреді, іші үлкейіп кеткен. Бұның себебі мына іш қуыстағы, ішкі органдардағы майласу процесі. Бұны мен толығырақ алдағы слайдтарда түсіндірем. Бірақ жалпы, егерде сіздің ішіңіз шыққан, артық салмағыңыз болатын болса, сол артық салмақтың ішінде әсіресе ішіңіз осылай шығып кеткен болса, онда сізде бауырыңыздың майласуы әбден мүмкін. Яғни қауіп жоғары. Бірақ бұл жерде барлығында болады деп айтып отқан жоқпын. Кейбіреулерде болады,
кейбіреулерде болмайды. Бірақ та соның ішінен алып қарайтын болсақ, көп жағдайда осылай артық салмағы бар, іші шыққан адамдарда бауыры майласқан болып келеді. Енді бұл неге, іші шыққан неге ол бауырдың майласуымен байланысы бар, оны қазір алдағы слайдтарда мен толығырақ сіздерге түсіндіріп беремін. Енді өте маңызды сұраққа тоқталамыз. Бауырды май басу нақты қандай себептен пайда болады? Осыған тоқталайық. Бұл жерде мен бүгінгі сабақта сіздерге ең негізгі екі себебін айтқым келіп тұр. Бұл екі себебі бауырды май басудың шамамен 90% себебін құрайды. Мысалы, 100 адам алып келетін болсақ, сол 100 адамның 90-ы осы екі себептен бауырында май басу процесі орын алады. Олардың ең бірінші себебі бізде метаболикалық себептер, оған біз қазір более детально сіздермен өтеміз. Екінші себеп ол алкоголь. Алкоголь, яғни ішімдік. Соның ішінде арақ бар, пиво бар, басқа кез келген жаңағы ішімдік қосылған сусындар. Қазір мен сіздерге мына алкогольға біраз көбірек тоқталайын. Одан кейін, бұны біткеннен кейін мен сіздерге мына метаболикалық себептерге толығырақ көрсетемін. Бірақ бұл екеуінің ішінде 70-80% бауырдың май басуына әкелетін себеп осы метаболикалық себептер. Сондықтан да көбірек мен осы метаболик себептерге тоқталамын сабақтың барысында. Бірақ алкогольға келетін болсақ, қараңыздар. Қаншалықты мөлшерде алкоголь ішкен кезде адамның бауыры майласады? Ең бірінші, әйелдер үшін күніне 20 граммнан көп таза этанол ішетін болса, немесе аптасына 140 граммнан көп ішетін болса, бұл бауырдың майласу қаупін жоғарылатады. Ерлер үшін күніне 30 грамм таза этанолдан көп ішу, немесе аптасына 210 граммнан көп тұтыну алкогольді бауырдың майласуына келеді. Егерден бұл қарапайым түсінікті тілмен айтатын болсақ, ер адам үшін егер күнделікті тұрақты түрде 1 литрдан сыра ішетін болса, немесе күніне 100 миллилитр арақ ішетін болса, бұл бауырдың майласу қаупін жоғарылатады. Ал әйел адамдар үшін бұл көрсеткіш енді сәл төменірек. Әйел адам үшін шамамен 0,5-0,6 литр сыра, немесе пиво ішетін болса күнделікті, немесе күніне 60 миллилитр арақ ішетін болса, онда бұл пациенттерде бауырдың майласу қаупі өте жоғары болады, және көбінесе оларда бауырдың майласуы болады. Енді не себепті алкоголь осындай бауырдың майласуына әкеледі? Оның себебі жалпы бізде бауыр өте көптеген біздің ағзада маңызды қызметтерді атқарады. Бұл біздің ағзамыздағы бір үлкен фабрика деп алсақ болады. Фабрика ретінде қызмет атқарады. Өйткені ол біздің ағзамызға көптеген белоктар, ақуыздар шығарады, зиянды токсиндарды залалсыздандырады. Соның ішінде бұл бауыр бізде жаңағы майлардың метаболизміне қатысады, яғни майлардың ыдырауына, олардың энергия ретінде қолдануына, және сонымен қатар, мысалы, артық адам тамақ жейтін болса, сол артық тамақтан келген энергияны сақтау үшін, қор ретінде сақтау үшін бауырдың қызметі өте көп. Енді солардың ішінде әсіресе мына майлардың метаболизміне, майлардың энергия ретінде қолдануына, майлардың сақталуына, және де майлардың түзілуіне бауырдың қызметі өте маңызды. Ал алкоголь бізде не? Алкоголь тікелей бауырды зақымдайтын, бауырға тікелей улы әсер ететін зат болып есептелінеді. Сондықтан алкогольді осындай мөлшерде ішкен кезде ол бауырдың қызметін бұзады, және соның ішінде осы майдың да метаболизмін бұзады. Соның нәтижесінде бауыр майды ыдырату, майды энергия ретінде қолдану қызметін дұрыс атқара алмағандықтан бұл артық мөлшердегі май бауырда жинала бастайды. Негізі бауыр ол майларды басқа жасушаларға жіберіп, энергия ретінде қолдануына үлес қосу керек еді. Бірақ та алкогольдің себебінен бауыр уланып, ондай қызметін атқара алмайды, сөйтіп ол майларды өзінде жинап, осылай май басуға әкеледі. Сондықтан да кейбір адамдарда неге бауыр май басады, ол алкогольдан. Даже кейбір адамдар бар, мысалы, артық салмағы жоқ. Жаңағы мен айтқандай артық салмағы жоқ, семіздік жоқ, бірақ та соған қарамастан бауыры майласқан болып келеді. Оның бірден бір себебі осы алкогольді жаңағы осындай мөлшерден көп тұтыну. Енді метаболикалық себептерге келетін болсақ, бұл енді ең маңызды себеп, ең жиі кездесетін себеп болып есептелінеді. Жаңағы бауырдың майласуына әкелетін. Бұған біз қазір более детально тоқталайық. Қараңыздар, метаболикалық себептерге сіздерге түсіндірмес бұрын мынандай өте қызықты бір затты айтқым келіп тұр. Өте қызықты бір әңгімеден бастағым келіп тұр. Қараңыздар, француздарда фуагра деген
қаздың бауырынан жасалынатын бір деликатес бар. Сурет мына жерде көрсетілген. Бұл фуагра деген терминнің сөздің атаудың мағынасы майлы бауыр деген сөз. Майлы бауыр. Яғни қаздың бауырынан жасайды, бірақ қаздың бауыры бұл жерде өте майлы болады. Өте майлы болады. Енді бұл жерде өте қызық бір жағдай. Негізі қаздың бауыры немесе үйректің бауырын алып қарасаңыздар, ол негізі майлы емес. Біріншіден. Екіншіден, бұл бауыр негізі өте кішкентай болады. Қаздарды және үйректерде шамамен бір 50-70 грамм шығар ары кетсе. Бірақ та мына фуагра жасау үшін қаздың үйректің бауыры өте майлы, және сол өте майлы болғандықтан бұлардың бауыры үлкейіп шамамен 600-1000 граммға дейін барады. Яғни кішкентай бір қаздың немесе үйректің бауыры осындай үлкен размерге дейін несейді ұлғая алады. Енді ол қалай істейді? Қалай? Бұл француздар жаңағы өте кішкентай майы аз бауырға осындай майландырып, май басып, осындай үлкен бауыр жасайды. Соған тоқталайық. Өйткені бұл тікелей бізге адамда неге бауыры майласады? Жаңа метаболикалық себептер деп айтып отырмын ғой. Сол себептер қалай майласуға, адамда бауырдың майласуына келеді, соны түсіндіріп береді бізге. Қараңыздар. Француздар осы деликатесті, фуагра деген деликатесті жасау үшін не істейді? Олар қаздарды алады да, оларды өте көп мөлшерде не істейді? Қоректендіреді. Қоректендіреді деген кезде 2-3 апта бойы қаздарға тоқтамай жүгерінің кашасын, ботқасын береді. Жүгерінің ботқасы бұл құрамында өте көп көмірсу болады. Ал көмірсу дегеніміз не? Углевод дейміз ғой, орысша айтқан кезде. Көмірсу дегеніміз біз күнделікті жеп жүрген, мысалы, нан. Бұл көмірсу. Өйткені бұл егерде былай ең кіші бөліктерін қарасаңыздар, бұл глюкозадан құралған. Глюкоза бізде көмірсу. Көмірсу дегеніміз мысалы біз күнделікті жеп жүрген қант. Кәдімгі шайға қосып жүрген қант. Өйткені қанттың құрамында да бізде не бар? Глюкоза бар. Бұлардың барлығы бізде көмірсу. Сонымен қатар біз гарнир ретінде жеп жүрген мысалы күріш. Бұл да көмірсу. Яғни көмірсулар бізде күнделікті өмірімізде біз өте көп мөлшерде қолданамыз. Нан, кез келген наннан жасалған заттар, кез келген қант қосылған заттар, бұлардың барлығында көмірсу бар. Соның ішінде біз күнделікті жеп жүрген каша мысалы. Соның ішінде жүгеріден жасалған кашада, ботқаның ішінде де өте көп мөлшерде жаңағы глюкозалар болады. Көмірсулар болады. Енді француздар не істейді? Бұл қаздарды мәжбүрлеп, кәдімгідей күн сайын өте көп мөлшерде осы жүгері ботқасын береді. Сөйтіп не болады? Нәтижеде бұл қаздардың ағзасына өте көп мөлшерде не түседі? Көмірсу түседі. Соның ішінде глюкоза. Егер де жалпы организмге өте көп мөлшерде глюкоза түсетін болса, біздің организм бұл глюкозаны негізі қолдана алмай қалады. Негізі біздің организм бұл глюкозаны энергия үшін қолданады. Мысалы, сіз қазір бір жерге барып жұмыс істейсіз, ойланасыз, жүгіресіз, спортпен айналысасыз. Сол кезде сіздің бұлшықеттеріңіз қосылған кезде, миыңыз жұмыс істеп жатқан кезде, ол энергия ретінде сол жердегі жасушалар осы глюкозаны қолданады. Бірақ оларға артық глюкоза керек емес. Өйткені бұл жасушалар белгілі бір мөлшерде глюкозаны қолданады. Ал егерде глюкоза бізде организмде артық болатын болса, өте көп мөлшерде болатын болса, онда біздің организм ол глюкозаны қолдана алмайды. Енді бұл артық глюкоза қайда кетеді? Өйткені мына қаздарға біз өте көп мөлшерде глюкоза беріп жатырмыз, және бұл қаздар қозғалмайды. Оларға көп глюкоза негізі керек емес. Осы кезде бізде бауыр өзінің өте маңызды қызметін атқарады. Ол бауыр алады да не істейді? Қараңыздар. Бауыр алады да бұл глюкозаны, артық глюкоза, және сонымен қатар фруктоза деген бар, бірақ бұл көбінесе жеміс жидектерден келеді. Оны мен түсіндіріп берем қазір. Бұл артық глюкозаны бауыр алады да 3 жолда қолданады. Ең бірінші, бауыр алады да артық глюкозаны гликоген деген затқа айналдырады. Яғни глюкозаның молекулаларын былай өзінің бір-біріне қосады да, бауыр осы бір-біріне қосады. Сөйтіп гликоген деген үлкен бізде молекула пайда болады. Сөйтіп ол гликогенді бауыр өзінде сақтай бастайды. Бірақ бауыр өте көп мөлшерде гликоген жасай алмайды. Өйткені бауыр өзінде ары кетсе бір 100-200 грамм гликоген ғана сақтай алады. Демек, ол артық глюкозаның барлығын гликогенге айналдыра алмайды. Егер де біздің ағзамызда тым көп глюкоза болатын болса, тек оның белгілі бір мөлшері ғана гликоген ретінде бауырда сақталады. Бұл бір.
Екінші, артық глюкозаны бауыр өзі энергия ретінде қолдана алады. Өйткені бауырда жұмыс жасайды ғой. Оның өте көп қызметтері бар, және ол қызметтерін атқару үшін оған энергия керек. Ол энергияны осы глюкозадан ала алады. Бірақ та бұған қарамастан ағзада одан да көп глюкоза болатын болса, мысалы бауыр жаңағы артық глюкозаны тоже энергия ретінде уже қолдана алмайды. Өйткені оған белгілі бір мөлшерде глюкоза ғана керек, ал артық глюкозаны ол қолдана алмайды. Сөйтіп бауыр не істейді? Бауыр алады жаңағы мына гликогенге айналдыра алмайтын, энергия ретінде қолдана алмайтын глюкозаны алады да не істейді? Майға айналдыра бастайды. Жаңа мен сіздерге айтқан триглицеридтерге айналдыра бастайды. Өйткені бұл артық глюкоза біздің ағзамызда постоянно жүруге болмайды. Ол зиян. Ол зиян. Мысалы, қант диабеті кезінде білесіздер, біздің ағзамызда тым көп глюкоза болады. Ол өте қауіпті асқынуларға әкеледі. Сондықтан да біздің бауырымыз не істейді? Глюкозаны алады да, жаңа артық қалып қалған глюкозаны майға айналдырады өзінің ішінде. Одан кейін бұл бауырымыз бізде жаңағы майды, осындай сол майды тасымалдайтын белокқа қосады. Сөйтіп алады да бұны қанға шығарып жібереді. Қанға. Бұл тасымалдаушы белоктар осы майды, жаңа бауырда түзілген, осы глюкозадан жасалған майды ары қарай жасушаларға алып кетеді. Мысалы, сондықтан да адам егер көп тәтті жей беретін болса, неге ода артық салмақ пайда болады? Неге ода май жинала бастайды? Дәл осы процесс ода орын алып жатыр. Көрдіңіздер ме? Енді бұл жерде қызық басылады. Қараңыздар. Егер адамның ағзасында тым көп глюкоза болатын болса, бауыр бұны гликоген ретінде жасай алмайды, өйткені гликоген жеткілікті. Энергия ретінде қолдана алмайды, өйткені ол жеткілікті энергияны алды. Триглицеридке айналдыра бастайды ғой, жаңа айтқанымдай. Сөйтіп, мына артық глюкозаны көп мөлшерде бізде не істейді? Бауыр жаңағы майларға, триглицеридтерге айналдырады. Яғни бізде бауыр көп мөлшерде не жасай бастайды? Май жасай бастайды. Бірақ та, мына жерде бұл майларды жаңағы қанда тасымалдайтын белоктар бар ғой. Белоктар. Бұлардың саны бізде шектеулі. Және бұларды жасау үшін бізге уақыт керек. Сондықтан да бұл тасымалдаушы белоктар мына бауырда жасалған майдың тек белгілі бір мөлшерін ғана алып қанға алып кетеді. Ал қалған мына май жаңа бауырда жасалған майлар, триглицеридтер бауырдың өзінде қалып қояды. Бауырдың жаңағы жасушаларында қалып қояды. Сөйтіп бізде не пайда болады? Бауырдың майласуы пайда болады. Не көрдіңіздер ме? Жаңа мен сіздерге айтқан, мына қаздарға өте көп мөлшерде көмір су егер бере беретін болса, соңында не болады? Бұл қаздардың бауырында өте көп мөлшерде май жиналады, және бауыр ұлғаяды. Жаңа айтқандай, негізі бұл қаздардың бауыры 50-70 грамм ғана. Бірақ та осы 2-3 апта бойы оларға тоқтаусыз жаңа көмір суларды бергендіктен, олардың бауырында өте көп мөлшерде май жиналып, бауырлары 600-1000 граммға дейін үлкейіп, осындай бауырдың майласуына әкеледі. Көрдіңіздер ме? И соның нәтижесінде осындай бізде фуагра деген деликатесті олар ары қарай қазды сойып, бауырын алып жасайды. Енді бұл процесс, дәл осы процесс біздің ағзамызда да болады. Яғни, жаңа мен сіздерге айтқан, бауырдың майласуына келетін метаболикалық себептер деп айттым, ең жиі, 70-80% жағдайда. Сол жердегі ең бірінші, ең маңызды, ең жиі осы бауырдың майласуына келетін себеп, ол артық мөлшерде көмір суларды тұтыну. Күнделікті артық мөлшерде көмір суларды егер біз тұтынатын болсақ, жейтін болсақ, ішетін болсақ, бұның соңы бауырдың майласуына келеді. Енді бұл көмір сулар бізде неде бар? Күнделікті біз жеп жүрген, мысалы, фастфудтар. Өте көп мөлшерде көмір су бар. Өйткені мына жерде жаңағы фри болсын, бұл жерде қолданылатын соустар болсын, мына жердегі нанды қарайтын болсаңыздар, өте көп мөлшерде көмір су болып есептелінеді. Және сонымен қатар мына жерде байқаған шығарсыздар, бауырды май басу деген бұл көбінесе майлы тамақтан болмайды. Майлы тамақтан да болады, бірақ бұл жерде көбінесе неден болады? Көмір сулардан болады, естеріңізде болсын. Көмір суларды көп тұтынудан бауырдың майласуы болады көбінесе. Және сонымен қатар фастфудта әрине бізде майлы тағамдар болып есептелінеді. Сондықтан бұл да тоже бауырдың майласуына келеді. Екінші себептер ол бізде күнделікті біз ішіп жүрген тәтті, газдалған сусындар. Соның ішінде Кока-кола болсын, Пепси болсын, Фанта болсын, басқа да газдалмаған тәтті сусындар болсын, энергетиктер, бұлардың мөлшерінде өте көп мөлшерде көмір су болады. Мысалы,
Қарапайым ғана мысалы 0,5 литрлік бір коланы алып қарасаңыздар, бұның ішінде шамамен бізде 10-12 грамм қант болады. Қант бұл таза көмір су. Бұл өте көп біздің ағзамыз үшін. Одан бөлек біз жеп жүрген жаңағы нелер, десерттар, тәтті, торт болсын, кез келген тәтті зат, бұл да осы бауырдың майласуына әкелетін негізгі себептер. Сондықтан да, егер де сіздің рационыңызда бұл заттар көп болатын болса, тәтті заттар. Бұл жерде тәтті заттар кез келген варенье де жатады, мысалы, өте көп мөлшерде қант қосылады. Және сонымен қатар ол вареньенің ішінде тағы фруктоза деген зат болады, оны қазір сізге түсіндіріп беремін. Бұларды сіз айтуыңыз мүмкін, мен аз ғана жеймін, аз мөлшерде жеймін, бірақ бұларды аз мөлшерде жегеннің өзінде де бұлардың ішінде көмір су өте көп болып есептелінеді. Және бұлар жиі тұтына беретін болсаңыздар, осындай бауырдың майласуына әкеледі. Одан бөлек тағы бір зат, өте маңызды зат. Енді сіз айтуыңыз мүмкін, мен мысалы газдалған нелер ішпеймін, мен тек қана натуральный соктарды ғана ішемін, жеміс жидектен жасалған соктар. Бірақ та мен сізді енді жаман бір хабарым бар. Бұлардың ішінде өте көп, жаңағы мен айтқан глюкоза бар, және де фруктоза болады. Фруктоза. Бұл екеуі де көмір су. Енді глюкоза жаңа түсіндірдім, қантта болады. Өйткені бұл натуральный соктың ішінде де өте көп мөлшерде қант қосылады. Біріншіден. Екіншіден, бұлардың ішінде мына жеміс жидектің өзінің бөлек қанты бар. Глюкоза сияқты. Оны біз фруктоза деп атаймыз. Бұл фруктоза егер де көп мөлшерде адамның ағзасына кіретін болса, біздің организм бұл фруктозаны энергия көзі ретінде қолдана алмайды. Сондықтан да бұл жерде бұл фруктозаға біздің бауырға тікелей барады. Өйткені біз оны қолдана алмаймыз энергия ретінде. И ол бауырға барған кезде бұл бауыр бірден оны неге айналдырады? Мынау майға айналдырады. Сондықтан да бұл фруктоза бауырдың майласуына әкелетін қаупі одан да көп. Түсіндіре алдым ба? Енді бұл жерде сіз шатаспаңыз. Демек мен жеміс жидек жемеу керекпін ғой. Өйткені жеміс жидекте ол фруктоза көп. Бірақ та жеміс жидекте қараңыздар, мына натуральный соктардан қарағанда фруктозаның несі мөлшері азырақ болады. Біріншіден. Екіншіден, жеміс жидекте пайдалы витаминдер бар. Үшіншіден, клетчаткалар бар. Және де ағзаға жеміс жидек жеген кезде аз мөлшерде фруктоза кіреді негізі. Мысалы, алманың өзін жесеңіздер, мына сокпен салыстырғанда, білмеймін, шие болсын, басқа да манго болсын, басқа да жеміс жидек жеген кезде, өзін жеген кезде таза. Онда негізі фруктоза біздің ағзамызға өте аз мөлшерде кіреді. Бірақ та мынандай соктың ішінде өте көп мөлшерде фруктоза болады. Өйткені бұл кәдімгі жеміс жидектің тек қана шырынын ғана бөліп алғандықтан, бұлардың ішінде бұлардың фруктозаның концентрациясы өте жоғары. Сондықтан да сіз айтуыңыз мүмкін, мен тек қана пайдалы натуральный сок қана ішемін, бірақ та бұлардың ішінде как раз солар бауырдың майласуына келетін фруктоза мен глюкоза өте көп болады. Сондықтан көрдіңіздер ме? Яғни бұл жердегі метаболикалық себептер деген кезде ең бірінші өте қауіпті бауырдың майласуына келетін ол тәтті, газдалған немесе газдалмаған сусындар, энергетиктар, фастфудтар, тәтті заттар. Сізде мейлі артық салмақ болмауы мүмкін, бірақ та егер бұларды сіз көп тұтынатын болсаңыз, уақыт өте келе сізде бауырдың майласуына бұл міндетті түрде әкеледі. Сондықтан міне көрдіңіздер ме? Бұл жерде ем не? Уже сіз себебін білетін болсаңыз, емін де білесіз. Бұл заттарды шектеу керек, азайту керек. Әрине бірден егер мүмкіндік болса, дисциплинаңыз жақсы болатын болса, бәрінен бас тартуға болады да негізі. Бірақ егер сізде ондай болмаса, онда болмағанда бұларды азайтыңыз. Егер күнде ішетін болсаңыз коланы, через день ішіңіз. Одан кейін 2-3 күнде бір ішіңіз, 4 күнде бір ішіңіз, 5 күнде осылай ақырындап азайтып, мүлдем тоқтатсаңыз, әрине өзіңіз үшін жақсы. Бірақ барынша шектеу керек. Тем более егер де сіз осындай тәтті тағамдарды, көмірсу көп тағамдарды көп тұтынатын, бірақ та спортпен аз айналысатын, көп отыратын, офистік жұмыста болатын болсаңыз, онда сізде бауырдың майласуы одан да көп болады. Өйткені, мен айттым ғой, біздің ағзаға көп мөлшерде глюкоза кірген кезде, бұларды біздің ағзамыз, соның ішінде біздің бұлшық еттеріміз әсіресе, осы глюкозаны негізі энергия ретінде қолданады. Бірақ сізде бұлшық ет салмағы, массасы аз болатын болса, спортпен айналыспайтын болсаңыз, күнде мысалы белсенді өмір салты дейміз ғой, егер сізде ол жоқ болатын болса, бұл глюкозаның барлығы сізде бауырға барады да, жаңағыдай майға айналады. Сондықтан бұларды спортпен айналысып, бұларды шектегеніміз дұрыс. Енді екінші метаболикалық себеп ол артық салмақ.
артық салмақ. Бірақ бұл артық салмақ деген кезде бұл жерде негізі бізде майдың, біздің ағзамызда жиналатын майдың екі түрі болады. Біріншісі ол терінің астына жиналатын май. Екінші бізде мына ішкі ағзада, ішкі органдардың айналасына жиналатын висцеральды май. Енді бұл екі майдың ішінде қайсысы қауіпті десеңіздер, мынау висцеральды май. Өйткені осы висцеральды май тікелей бауырдың майласуына әкеледі. Неге? Өйткені қараңыздар, біріншіден бұл висцеральды майлар ішкі қуыста, яғни іш қуысында, ішкі органдарда болады. Мысалы, жаңағы біздің іш қуысындағы ұйқы безі болуы мүмкін, ішек болуы мүмкін, көк бауыр деген сияқты ағзалардың айналасында орналасады бұлар. Одан бөлек неге бұл именно іш қуысында жиналған майлар жаңағы бауырдың майласуына келеді? Өйткені қараңыздар, бұл майлар жаңа айтқандай міне мына ұйқы безінің айналасында, көк бауырдың айналасында, ішектің айналасында болуы мүмкін майлар. Енді бұл майларда бізде не бар? Қан тамырлар болады, веналар болады, көк тамыр дейміз ғой қазақша айтқан кезде. Бұл көк тамырлардың барлығы мына іш қуысында жиналған висцеральды майдың. Бұл көк тамырлар, веналар бізде мынау бауырға тікелей баратын қақпа венасы дейміз. Қақпа венасы. Осыған жалғанған тікелей. Енді қызықты қараңыздар. Енді бұл майлардың ішіндегі жиналып қалған жаңағы бізде не бар? Триглицеридтер бар, майлар бар. Бұлар еріп тұрады, ыдырап тұрады. Енді бұл майлар ыдырайды, қайтан түзіледі, ыдырайды, қайтан түзіледі. Осылай процесс жүріп жатады да. Сөйтіп бұлар ыдыраған кезде бұлар қанға не шығарады? Кәдімгі жаңағы майларды шығарады. Майлардың ыдыраған түрлерін шығарады да. Бұлар негізі біз май қышқылдары деп атаймыз. Бұл май қышқылдары жаңағы веналарға шыққаннан кейін бұлар қайда барады? Вена арқылы бүйтіп келеді да, қақпа венасына барады да, соңында қайда барады? Бауырға барады. Яғни бұл іш қуысында жиналған висцеральды май тікелей бауырға әрдайым не жіберіп тұрады? Май жіберіп тұрады. Сөйтіп ойлаңыз, мына висцеральды майдан қаншама күнделікті бізде бауырға не келіп жатыр? Майлар келеді да, бауырға жиналып жатыр. И бұның соңы жаңағы бауырдың майласуына әкеледі. Көрдіңіздер ме? Сөйтіп жаңағы май қышқылы деп айттым ғой, жаңағы висцеральды май ыдырайды да, май қышқылын қанға шығарады. Бұл қан жаңағы вена арқылы бауырға барады. Бауырға барған кезде біздің бауырымыз бұл май қышқылдарын жаңағы триглицеридтерге айналады. Сөйтіп бауырда бұлар қалып қалады. Сондықтан да именно висцеральды майы бар пациентте бауырдың майласуы болады. Ал кейбір адамдарда бұл байқалмауы да мүмкін. Мысалы, адам айтуы мүмкін, менің артық салмағым жоқ, бірақ менің бауыр май басқан. Оның себебі как раз осы висцеральды май болуы мүмкін. Өйткені кейбір майлар жаңа айтқандай аяқ қолда емес, олар іш қуысында жиналады. Және сол іш қуысында жиналған май как раз осы бауырдың майласуына келеді. Ол терінің астындағы май емес. Және бұл висцеральды май бізде қайда жиналады? Іш қуысында. Сондықтан да біз тек қана артық салмақ деген кезде мына ИМТ дейміз ғой. ИМТ, яғни салмаққа ғана қарамаймыз. ИМТ дегеніміз мысалы сіздің салмағыңызды бойыңыздың квадратына, бойыңыздың квадратына, метр квадратына бөлсеңіз, сізде ИМТ шығады. Егер бұл ИМТ бізде 25-тен жоғары болатын болса, азиаттар үшін негізі даже 23. Азиаттар үшін даже 23-тен жоғары болатын болса, бұл бізде артық салмақ болып есептенеді. Артық салмақ. Сондықтан сізде егер осы болатын болса, немесе сіздің белдің шеңбері дейміз ғой, окружность живота, орысша айтқан кезде. Сол сізде ерлерде 94 сантиметрден көп болатын болса, әйелдерде 80 сантиметрден көп болатын болса, бұл демек сіздің іш қуысыңызда артық жаңағы висцеральды май бар екенін білдіреді. Сондықтан даже сізде мынандай артық салмақ жоқ, бірақ та осындай ішіңіздің жаңағы несі, шеңбері осындай көрсеткіштен жоғары болатын болса, онда сізде бауырдың майласу қаупі жоғары болып есептелінеді. Енді кейбір адамдар айтуы мүмкін, тағы да, менің артық салмағым жоқ, бірақ менің бауырымды май басқан деп айтып жатыр. Бұның жауабы жаңа айтқандай, кейбір адамдарда артық салмақ жоқ сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ та олардың іш қуысында висцеральды май болады. Мысалы, іші шыққан болады. Бірақ аяқ қолын қарасаң, ондай бір артық салмақ жоқ сияқты болып көрінеді. Былай сырттан қарасаң. Немесе кейбір адамдар жаңа айтқандай көп тәтті сусындар, газдалған сусындар, энергетиктар ішу мүмкін.
тоже бауырдың май басуына әкеледі. Немесе кейбір адамдар болады, салмағы қалыпты, бірақ та бұлшық еті аз. Әсіресе мына 30 жастан асқаннан кейін бұлшық еттің азаюы, егер сізде бұлшық ет болмаса, онда бұл да жаңа мен айтқандай бауырдың майласуына әкеледі. Вот осындай бізде қауіп бар. Өйткені бұлшық ет болмаса, біздің ағзамызда жаңағы артық глюкозаны энергия ретінде қолданатын негізгі тіндер жоқ деген сөз, негізгі орган жоқ деген сөз. Сондықтан да 30-нан асқан міндетті түрде бұлшық ет болу керек. Өйткені бұлшық ет осы бауырдың май басуының алдын алады, біріншіден, екіншіден артық глюкозаны энергия ретінде қолдану үшін өте бізге қажет. Сондықтан метаболикалық себептердің тағы бір себебі ол артық салмақ немесе висцеральды майдың біздің іш қуысымызда жиналуы. Енді ең қызықты бөлімге келдік. Бауырдың май басуын қалай емдейміз? Қандай емдер шынымен де бауырдың май басу кезінде көмектеседі? Қандай емдер көмектеспейді? Қандай емдер өтірік? Құр реклама, маркетинг, құр ақша құрту. Осыны мен сіздерге көрсетемін. Қараңыздар, шынымен де көмектесетін, дәлелденген бүкіл әлем бойынша, мейлі Америка болсын, Еуропа болсын, авторитетный мықты дәрігерлерден құралған организациялар бар. Олар мына дәрігерлерге арналған протоколдар шығарады, клиникалық рекомендациялар шығарады. Осылар америкалық және еуропалық және де басқа да елдердің организациялары мына затты егер адам жасаса, ол міндетті түрде бауырының май басуынан құтылады деп айтады. Бірінші, ол тәтті, газдалған немесе газдалмаған сусындарды, соктарды, энергетиктерді, тәттілерді азайтса, немесе мүлдем тоқтатса. Екінші, спортпен айналысса, күнделікті кем дегенде 1 сағат жаяу сыртта жүрудің өзі өте пайдалы бұл кезде. Және де үшінші, салмақ тастау. Әрине, мына екеуін істейтін болса адам, ол уже салмақ тастайды. Міндетті түрде салмақ тастайды. Егер осыларды істейтін болса, бұл адам міндетті түрде бауырдың май басуынан емделеді. Неге? Өйткені жаңа мен сіздерге бауырдың май басуының 80-90% жағдайда неден болатынын мен көрсеттім. Ол бізде алкоголь, және де неден? Осы метаболикалық себептер, соның ішінде артық салмақ, және мына тәтті заттарды тұтыну. Егер бұларды біз өмірімізден алып тастайтын болсақ, көп жағдайда, 80-90% жағдайда адам бауырдың май басуынан емделеді. Енді нақты қанша салмақ тастау керек? Осыған тоқталайық. Мынандай үлкен бір ғылыми зерттеу жасалынған. Бұл ғылыми зерттеуде метаболикалық себептен болған, бауырдың май басуы, және де бауырдың қабынуы. Яғни бұл жерде бұл ғылыми зерттеуге қатысқан пациенттерде біріншіден бауырында май басқан, еще бауырында қабыну болып кеткен уже. Қабыну процесі болып кеткен. Даже кейбір пациенттерде фиброзды өзгерістер уже пайда болған. Осындай пациенттер бұл ғылыми зерттеуге қатысады, и бұл ғылыми зерттеуде бұл ғалымдар осы пациенттерді не істейді? Салмақ тастауға көмектеседі. Сөйтіп қараса, даже адам өзінің салмағының 5%-ын тастайтын болса, 5%. Мысалы, адам 100 килограмм болатын болса, 5 килограмм тастайтын болса, оның бауырындағы майдың мөлшері уже азайғанын анықтайды. Бұл бір. Ал егер адам 7-10% салмағын тастайтын болса, онда жаңағы мына бауырдың май басуынан пайда болған бауырдың қабынуы басылады екен. Емделеді. Емделіп кетеді. Ал егер адам 10%-дан көп тастайтын болса, салмақ. Бұл ең маңызды жетістік, өйткені бұл кезде мына бауырдың майласуынан болған бауырдың фиброзды өзгерісі не істейтін, қайтадан қалыпты бауырдың өзінің пішініне, формасына келе бастайды. Өте керемет. Бұл ғылыми түрде дәлелденген, бұны бір жаңағы ойынан ешкім құрастырып атқан жоқ. Бұл кәдімгідей объективный, дәлелі бар затта. Түсіндіре алдым ба? Және де бұл затты әлемдік, америкалық бауыр ауруларына байланысты үлкен ассоциация бар. Бұлар протокол шығаратын үлкен организациялар. Еуропаның бауыр ауруларына байланысты үлкен қоғамдастығы бар. Осы үлкен қоғамдастықта бүкіл протоколдары шығады бауыр ауруларына байланысты. Қалай емдеу керек? Солар осы затты не істейді? Кез келген пациентке ұсынады. Яғни, егер сіз мыналардың қайсы біреуін жасасаңыз, осындай результатты ала аласыздар. Бірақ та егер адамда уже цирроз болып кететін болса, онда өкінішке орай бұл уже көмектеспейді адамға. Енді салмақ тастау оңай ма? Негізі қиын емес. Өйткені ол жерде сізге ақша керек емес. Бұл арзан. Күнделікті мысалы үйіңізде бар затпен, жаңағы диетаны дұрыстаумен
тәтті заттарды азайтумен сіз уже бұларды іске асыра аласыз. Ақша талап етпейді. Мыңдап, 10 мыңдап, 100 мыңдап жаңағы дәрілерге құртып керек емес. Я? Сондықтан да міне дәлелденген заттар, дәлелденген емдердің бірі осы. Ал енді қандай дәрілер мүлдем көмектеспейді? Бұл дәрілер мүлдем пайдасы жоқ. Құр ақша құртасыз. Маркетинг ілініп қалған бұл есептенесіз, егер бұларды қолдансаңыз. Өйткені бұлардың дәлелдік базасы өте төмен, немесе мүлдем жоқ. Солардың ішінде ең бірінші дәрі ол гептрал. Бұл жалпы мынау ТМД елдерінде, соның ішінде Қазақстанда өте жиі қолданылады. Және де Қазақстанда бұл дәрілік зат болып тіркелген. Дәрі болып есептенеді. Бірақ та гептрал Америкада бат болып есептенеді. Яғни Америкада гептрал бат болып тіркелмеген. Бат, яғни дәрі болып есептенбейді Америкада. Бұл бір. Екіншіден, гептрал қаншама жылдар бойы сатылып жатса да, әсіресе ТМД елдерінде көп қолданады ол. Жаңа бауырды қалпына келтіреді, бауырдың қабынуын басады деген сияқты заттармен қолданады гептралды. Бірақ та өкінішке орай гептралдың бұл жаңағы емдік қасиеттерін дәлелдейтін, көрсететін сенімді үлкен ғылыми зерттеулер жоқ. Ғылыми зерттеулер бар, бірақ олар кішкентай және де результаттары сенімсіз, немесе результаттары жаңа біз айтқандай бауырдың ауруларын емдеп, бауырды қалпына келтіріп, қабынуды басатындай бір результат көрсете алмаған. Сондықтан бұл гептрал бізде жалпы дәлелді медицинада дәлелдік базасы өте төмен препарат болып есептенеді. Өйткені медицинада назатты естеріңізде сақтап алыңыздар. Кез келген дәрі бізде ғылыми зерттеуден өтіп, оның шынымен де пайдалы екені, қауіпсіз екені дәлелденбейінше, ол дәріні біз қолданбаймыз, естеріңізде болсын. Ал гептрал өкінішке орай ол жағынан бізде өте дәлелдік базасы төмен препарат болып есептенеді. Мысалы, мынандай үлкен бір ғылыми зерттеу бар. Бұл ғылыми зерттеуде ғалымдар жалпы әлем бойынша осы гептралға байланысты жасалған үлкен 8 ғылыми зерттеуді алып қарайды. Сөйтіп соның результаттарын тексереді. Сөйтіп қараса, гептрал мысалы, гептрал қабылдамаған, яғни плацебо қабылдаған пациенттермен салыстырғанда, пациенттің өмір сүру ұзақтығына әсер етпеген, бауыр ауруларының даму қаупін төмендетпеген, және де бауырдың тінін, яғни бауырдың жаңағы қабыну процесінен зақымдалған бауырды, соны қалпына келтіре алмаған. Мысалы, фиброз болатын болса бауырда, қабыну болатын болса, оны қалпына келтіре алмаған. Сондықтан да бұл бізде бауырды емдеуде бір жақсы бір дәлелденген препарат болып есептелінбейді. Екінші, тоже біздің ТМД елдерінде өте жиі қолданылатын эссенциаль карсил деген препараттар. Мына карсил бізде фитопрепарат болып есептелінеді, яғни өсімдіктен жасалынады. Эссенциаль дегеніміз бұл жаңағы мына бізде жасушаның мембранасында, мына бізде жасуша болатын болса, жасушаның сыртын қоршап тұрған бізде мембрана бар. Бұл мембраналар бізде фосфолипид деген майлардан құралады, жасалады. Ал енді мысалы бауырда бір қабыну процесі болған кезде, енді бұл эссенциальді сататындар айтады, то что мына бауырдың мембранасы зақымдалады, яғни сондықтан да біз не істеу керекпіз, бауырдың мембранасының негізгі құрамы болған фосфолипидтерді қайтадан беру арқылы оның қалпына келтіреміз деген сияқты заттарды айтады. Бірақ өкінішке орай бұның бір дәлелдік базасы жоқ. Неге? Біріншіден, логикалық жақтан қараңызшы, даже мына гептралды алып қарайтын болсақ, мен жаңа сіздерге бауырды май басудың ең негізгі себептерін түсіндіріп өттім. Ол не? Артық салмақ, соның ішінде висцеральды майдың жиналуы, тәтті, газдалған, газдалмаған сусындар, тәтті заттарды көп тұтыну, алкоголь. Себеп мынау, осылар. Бірақ гептрал болсын, эссенциаль болсын, карсил болсын, себепке әсер етпейді олар. Сіз қанша гептралды қан тамырыңызға мейлі ампула күйінде, инъекция күйінде, мейлі таблетка күйінде іше беріңіз, ол сіздің бауырдың ішінде жиналып қалған майды кетірмейді, кетіре алмайды. Просто логикалық жақтан қарасаңызда бұл ақылға сыймайды. Өйткені бұл гептрал мына майды еріте алмайды ол ішіне кіріп. Дәл сол сияқты мына эссенциальді, карсилді олай істей алмайды. Бұл бір. Екіншіден мысалы эссенциаль жаңағы фосфолипидтер. Бұлар майлар тоже негізі. Енді сіз бұл эссенциальді ішесіз, капсуласын қабылдайсыз. Енді бұл асқазан ішекке барған кезде бұл фосфолипидтерді сіздің асқазан ішектегі қышқыл, асқазан ішектегі ферменттер ыдыратып тастайды просто. Просто бұзып тастайды. Яғни бұл эссенциальдің ішіндегі фосфолипидтер сіздің қанға сіңген кезде уже жай ғана бір май болып сіңеді, болды.
Ол фосфолиптер уже ыдыраған күйде сіңеді. Түсіндір алдың? Мысалы, сіз бір ет жесеңіз, еттің майы болады ғой. Сол еттің майын қалай сіздің ішегіңіз ыдырап тастайтын болса, дәл сол сияқты мына эссенциалдың да ішіндегі фосфолипид деген майды дәл солай ыдырап тастайды. Яғни екеуінің айырмашылығы болмай қалады. Сондықтан бұл логикалық жақтан қарасаңыз да бір ақылға сыймайтын зат. Екіншіден, ғылыми зерттеулер бар бізде. Мысалы, мына ғылыми зерттеуде Америкада жасалынған. Бұлар жаңа эссенциалды тексереді. Сөйтіп қараса, эссенциал қабылдамаған пациенттерді салыстырған кезде бізде бұл бауырдың фиброзының дамуын тоқтата алмаған, және де плацебомен салыстырғанда ешқандай артықшылық көрсете алмады. Ал енді карсилға келетін болса, оған да байланысты бізде ғылыми зерттеу бар. Бұл жерде мына ғалымдар бізде 13 осы карсилға байланысты ғылыми зерттеуді алып қарайды. Жалпы алған кезде 915 науқас қатысқан. Сөйтіп, мына карсилдің ішіндегі негізгі зат силимарин деп аталады. Бұл силимарин бауыр аурулар кезінде пациенттің өмір сүру ұзақтығын арттырмайды, бауырдың фиброзына немесе клиникалық симптомдарына оң әсер етпейтін ғалымдар бұл ғылыми зерттеуде анықтаған. Жалпы. Сондықтан да бұл заттар жалпы бауыр ауру кезінде, соның ішінде бауырды май басу кезінде мүлдем пайдасы жоқ. Сондықтан бұларға негізінен ақша құртып керек емес. Және де кейбір интернетте қазір Инстаграмда, ТикТокта неше түрлі уәде беретін адамдар бар. Соның ішінде мына өтті тазаласаң, детокс жасасаң, паразиттерден ағзаңды тазартсаң, бауырдың май басуы кетеді дейді. Бұл да тоже ешқандай дәлелдік базасы жоқ зат. Өйткені өтті тазарту, өтті жүргізу ол бауырдың майласуымен ешқандай арасында байланыс жоқ. Сондықтан да бұған мүлдем назар аударып керек емес. Енді сіздер мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Сонда ешқандай ем бауыр майласқан кезде көмектеспейді ма? Ешқандай сонда дәрінің бір дәлелдік базасы жоқ па? Бірақ та осы соңғы 2024-25 жылы ғана бір үлкен ғылыми зерттеу жасалынды. Сол ғылыми зерттеуде бір дәрі өзінің дәлелдік әсерін көрсете алды. Ол бізде Оземпик деген дәрі. Ол Оземпик деген дәрінің ішінде құрамында бізде семаглутид деген дәрі бар. Бұл семаглутид деген глюкагон тәрізді пептид 1 агонисі, рецепторының агонисі деп атаймыз. Бұл дәрі не істейді? Қараңыздар. Бұл дәрі бізде негізі ең басында қант диабеті үшін шыққан еді. Екінші типтік қант диабеті. Ал екінші типтік қант диабеті пациенттердің көбінде артық салмақ болады. Артық салмақ. Өйткені артық салмақ жалпы мына екінші типтік қант диабетінің дамуына тікелей әсер етеді. Сондықтан бұл негіз ең басында осы екінші типтік қант диабетті емдеу үшін шығарған. Өйткені бұл семаглутид қандағы артық глюкозаны не істейді? Азайтады. Бірақ ғалымдар зерттей келе бұл Оземпиктің не только қандағы жаңағы глюкозаны азайтады. Ол еще бұл Оземпиктің артық салмақтан құтылуға, яғни артық салмақты тастауға да көмектесетінін байқайды ғалымдар. Сөйтіп, қазіргі таңда мысалы Оземпик бізде тек қана қант диабеті ғана емес, сонымен қатар артық салмағы бар адамдарға да тоже қолданады. Енді артық салмағы бар адамдарға Оземпик қалай көмектеседі? Қараңыздар. Бұл Оземпик бізде біздің мидағы, соның ішінде гипоталамустағы аппетитқа жауап беретін бізде орталық бар. Мысалы, сіз бір тамақты жеген кезде белгілі бір мөлшерде жегеннен кейін не істейді? Тоясыз. Уже ары қарай аппетит сізде не болады? Тәбетіңіз жоғалады. Яғни уже жегіңіз келмей қалады. Неге олай болады? Өйткені біздің орталық жүйке жүйесінде мида сондай бір орталық бар. Сол орталық бізге сигнал береді. Яғни болды, тойдық, ары қарай жеп керек емес. Бірақ та артық салмағы бар. Немесе кейбір адамдарда мынандай бар. Енді бұны кейбіреулер біледі, мүмкін араларыңызда сондай бар шығар. Адам тоқтай алмайды. Мысалы, аппетит, бешеный дейді ғой, енді прям аппетит өте жақсы адамдар болады. Әсіресе бұл артық салмағы бар адамдарда кездеседі. Бұл адамдар жаңағы тамақ жеген кезде өзін-өзі ұстай алмайды. Тым көп жейді, даже андай асқазаны толып кетсе де ары қарай жей бергісі келеді. Неге? Өйткені ол жерде аппетит басылмай жатыр. Яғни сондай артық салмағы бар адамдарда сондай ауытқу болуы мүмкін. Мысалы, тәтті жеген кезде, тамақ жеген кезде өзін ұстай алмайды, жей бергісі келеді. И бұның нәтижесі неге келеді? Бұның нәтижесі
адам артық зат жейді, соның ішінде өте көп мөлшерде жаңағы көмірсулар жейді, и бұл артық салмаққа әкеледі және де бауырдың майласуына әкеледі. Енді оземпик бұл жерде қалай жұмыс жасайды? Қараңыз, оземпик бізде мынау біздің орталық жүйке жүйесінде жаңағы аппетитке жауап беретін центрді не істейді? Соны басып тастайды, тежейді. Яғни адамда жаңағы шамадан тыс аппетитті басады. Егер де адамда бұл шамадан тыс аппетит, тәбет басылатын болса, ол уже артық зат жемейді, артық тәтті затты жемейді. Ал бұл артық тәтті затты жемесе, жаңа мен сіздерге көрсеткен дәлелденген деп айттым ғой, естеріңізде, дәлелденген міне тәтті заттарды азайту, соның ішінде тәтті заттарды азайту арқылы ол не істейді? Салмақ жоғалтады. Яғни оземпик не көрдіңіздер ме? Бұл жерде бауырдың май басуына әкелетін негізгі себепке әсер етіп жатыр. Негізгі себеп. Бұл не? Артық зат жеп қою. Соның ішінде өте тәтті заттар. Жаңағы көмірсу бар заттар. Түсінер алдың ба? Сөйтіп бұл оземпикті қолданған адамдар, мысалы, кейбір адамдар бар, 1,5 жыл, 1 жыл бойы қолданады, дене салмағының 15-20% тастайды. 20%-не дейін тастайды. Бұл реклама емес, бұл компания маған ешқандай да төлеген жоқ. Бұл Novo Nordisk деген үлкен компания, бұлар менің рекламамсыз-ақ та қазір бұл дәрі итак адамдар қолданып жатыр. Неге бұны айтып отырмын? Өйткені бұның дәлелдік базасы бар. Міне, қараңыздар, мен бұны ойдан құрастырып жатқан жоқпын, өйткені бізде осында үлкен ғылыми зерттеу бар. Бұл ғылыми зерттеу өте авторитетный ғылыми журналдарда шыққан. Бұл ғылыми зерттеудің нәтижесі бойынша, қараңыздар, 320 науқас қатысады. 320 науқас, бұлардың барлығында бауырында май басқан, және де бауырдың май басуынан пайда болған қабыну және фиброз бар. Яғни фиброздың алғашқы 3 сатысы пациенттерде бар. Сөйтіп бұларды 2 топқа бөледі, бір топқа 72 апта бойы жаңағы оземпик салады. Бұл оземпикті терінің астына салады, аптасына 1 рет. Ал екінші топқа плацебо береді. Сөйтіп қараса, оземпик қабылдаған пациенттердің 59%-ында жаңағы май басудан болған қабыну процесі азайған. Және де 43%-ында жаңағы фиброзды өзгеріс жақсарып, қайтадан қалыпты нормаға келген, немесе 1 сат төмендеген. Мысалы, фиброз егер бірінші саты болатын болса, пациент кәдімгідей жазылған. Фиброз 0, яғни фиброз мүлдем жоқ болып кеткен. Ал фиброз екінші саты болатын болса, оларда фиброз 1-ге дейін түскен. Яғни жақсарған, фиброздың мөлшері бауырда азайған. Фиброз 3-ші саты болатын болса, фиброз 2-ге дейін түскен екен. Жарты. Яғни мысалы жаңағы қатысушылардың жартысында сондай өзгеріс болған. Ал плацебо тобында бұл көрсеткіш небәрі 17%-да ғана болған екен. Және сонымен қатар бауырдың қабыну басылғаннан кейін бауырдың жалпы жағдайы қалпына келіп, бауырдың ферменттері, анализдер, және де қандағы триглицеридтер де азайған екен. Көрдіңіздер ме? Яғни оземпик тек қана салмақ қана тастатқызбайды, еще жаңағы салмақ тастау арқылы не істейді? Бауырдағы жаңағы бауырдың май басуынан пайда болған фиброзды өзгерістер қабынуды не істейді? Қалпына келтіреді, басады. Осындай өте керемет нәтижелері бар. Бірақ та бұл оземпик бізде барлық адамға қолдана беруге болмайды. Біріншіден, бұл препараттарды қолдану үшін міндетті түрде эндокринолог дәрігердің рұқсатымен ғана қолдануға болады. Яғни дәрігердің рұқсатымен ғана болады. Өз бетіңізше барып, бір жерден, біреуден барып алып қолдануға болмайды. Неге? Өйткені оземпикті қабылдамас бұрын сіз міндетті түрде бірінші обследованиеден өту керексіз, тексерістен өту керексіз, кейбір анализдер тапсырасыз. Сол анализдер обследование бойынша сізде бәрі жақсы болатын болса ғана бұл дәріні қабылдай аласыз. Бұл бір. Екіншіден, бұл дәріні жаңағыдай артық салмағы бар, бауыры май басқан пациенттер, немесе екінші типті қант диабеті бар, бауыры май басқан пациенттерге арналған. Соның үшін әсіресе фиброзды өзгерістер бар пациенттер үшін бұл өте жақсы. Фиброзды өзгерістер бар пациенттер үшін. Өйткені бұл фиброзды азайтады. Бауырдың май басуынан болған фиброзды өзгерістер бар болатын болса. Және де мына зат бар. Бұл оземпик сізді 1-2 аптаның ішінде жазып жібермейді. Бұл дәріні, мысалы, мына ғылыми зерттеуде пациенттер білесіздер ме? Шамамен 1,5 жыл бойы қабылдаған. 1,5 жыл. 1,5 жылдың ішінде ғана өте жақсы результат болған. Сондықтан да бұл дәріні қабылдаған кезде жақсы результат болу үшін ұзақ уақыт бойы қабылдау керек. Одан бөлек бауырдың май басуына әкелетін бізде қант диабеті. Екінші типтік, әсіресе екінші типтік қант диабеті бізде бауырдың майласуына әкеледі. Өйткені қант диабеті кезде біздің қанда не көп болады? Глюкоза көп болады. Артық мөлшерде глюкоза. Артық мөлшерде глюкоза болатын болса, бауыр оны не істейді?
сабақтың басында айтқандай оны майға айналдырып бауырдың май басуына әкеледі. Сондықтан да бұл жерде екінші типті қант диабеті бар болатын болса пациентте міндетті түрде осы қант диабеті кезіндегі дәрілермен емделу керек. Бірінші типті қант диабеті кезінде де тоже болуы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде бірінші типті қант диабеті кезінде инсулин қабылдап пациент емделуі тиіс. Және сонымен қатар гипотиреоз деген ауру бар. Бұл ауру кезінде де метаболикалық себеп болып есептелінеді. Бұл бауырдың майласуы пайда болады. Енді гипотиреоз дегеніміз бұл қалқанша безінің қызметінің төмендеуі, қалқанша безінің гормонының түзілуінің азаюы. Қалқанша безінің гормондары, соңында тироксин деген гормон бөлінеді қалқанша безімізден. Бұл гормон бізде неге жауапты? Бұл жалпы біздің ағзамыздағы метаболизмге жауапты. Яғни, мысалы қараңыз, біздің ағзамызға глюкоза түседі, майлар түседі. Осы майларды ыдырату, энергия ретінде қолдану үшін бізге осы қалқанша безінің гормоны керек, тироксин деген гормон керек. Егер де бұл тироксин деген гормон болмайтын болса, онда біздің ағзамызда не болады? Метаболизм баяулайды, азаяды. Демек, мына глюкозаның энергия ретінде қолданылуы, майлардың ыдырауы бізде не істейді? Баяулайды, төмендейді. Соның нәтижесінде не болады? Соның нәтижесінде бізде бауыр, әсіресе бауыр. Өйткені қалқанша бездің гормоны бізде бауырға барады да, бауырда жаңағы майлардың несеуін, метаболизмге ұшырауын, олардың энергия ретінде қолданылуы, соның барлығына осы қалқанша безі көмектеседі, әсер етеді. Егер де бұл қалқанша бездің гормоны болмаса, бауыр мына майларды энергия ретінде қолдана алмайды, қолдануы азаяды. Сөйтіп бізде бауырда тоже не жинала бастайды? Май жинала бастайды. Яғни триглицеридтар, холестерин деген сияқты майдың түрлері жинала бастайды да, бауырды май басады. Сондықтан егер де пациентте гипотиреоз болатын болса, бұларда да бауырдың май басуы өте жиі кездеседі. Енді бұның емі не деген кезде, оның емі осы қалқанша безін не істеу? Қалқанша безінің гормонын толтыру. Яғни пациент қалқанша безінің гормонын қабылдау керек. Сол кезде ол пациентте де бауырдың майласуы да емделеді. Сондықтан да міне метаболикалық себептердің тағы басқа себептері бізде осы қант диабеті және де гипотиреоз. Яғни кейбір пациенттерде қант диабетінен бауырдың майласуы болуы мүмкін, және де гипотиреоздан да бауырдың майласуы болуы әбден мүмкін. Бүгінгі сабағымызда біз бауырдың майласуына байланысты негізгі екі себебін сіздермен талқыладық. Бірақ бұдан бөлек басқа себептер де бар, бірақ олар өте сирек кездеседі. Егер де сабағымыз пайдалы болған болса, міндетті түрде лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де видео пайдалы болған болса, жақындарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Бауырды май басуды, дұрыс емдеуді үйреніп алсын.